Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын сәбіз пирогының рецептімен бөлісемін. Жасалуы өте оңай, арасына сәбіз қосылатын болғандықтан дәмсіз болады деп ойламаңыздар. Бірден айтайын, бұл пирог ең пайдалы әрі дәмді шығатын пирогтардың бірі. Дәл осы рецепт бойынша сіздер тапсырысқа да жасап, өз отбасыларыңызды, қонақтарыңызды қуантып жасай аласыздар. Енді ең алдымен 3 жұмыртқамыздың үстіне қантты қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Ең әуелде миксердің кіші жылдамдығында бастап миксерлеп аламыз. Бізде аппақ көпіршік болуы қажет. Осы миксерлеген уақытта соғанға дейін миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеу уақыты шамамен 10 минутқа дейін созылуы мүмкін. Сәл осылай миксерлеп қойып қоймаңыздар. Міне видеода көргендеріңіздей осындай аппақ көпіршік болуы қажет. Сонда біздің пирогымыз өте жұмсақ әрі көлемі де биік болып шығады. Енді оның үстіне өлшеп алған сұйық майымызды құйып, тағы да бір рет миксерлеп аламыз. Одан соң үстіне 2 шай қасық корица қосамыз. Корица кез келген дүкендерде сатады. Және корица қосу міндетті. Егер де мүлдем корицаның дәмі ұнамаса, онда қоспасаңыздар да болады. Бірақ корицаның дәмі өте ерекше сезіліп тұрады пирогқа қоссаңыздар. Одан соң үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды саламыз. Мінекей көргендеріңізде көлемі орташа сәбізді мен блендерге салып өткізіп алайын деп жатырмын. Егер сіздерде блендер болса, дәл осылай өткізіп алуға кеңес беремін. Сонда жұмыстарыңызда өте оңай болады. Егер тіптен блендер болмаса, онда терканың, яғни үкіштің кіші бөлігімен осы сәбіздерді өткізіп алып қоссаңыздар да болады. Бірақ осы блендермен өткізген өте оңай әрі тез дайындалатын түрі. Енді осы сәбіздеріміздің барлығын жаңағы массамыздың үстіне салып шығамыз. Одан соң тағы да блендерден өткізілген грек жаңғағын да қосып шығамыз. Жаңғақтың егер арасында түйіршік болып, үлкен болып қаласаңыздар, онда сәл майдаламай, үлкенірек етіп қоса берсеңіздер болады. Мен бірден жаңғағымды да блендерден өткізіп салдым. Енді осындай миксермен емес, қалақшаның көмегімен астынан үстіге жақсылап араластырып аламыз. Бірінші миксерлемейміз, бірден қалақпен араластырамыз. Одан соң електен өткізілген ұнды саламыз үстіне. Міндетті түрде ұнды електен өткізіп салған дұрыс, сонда пирогымызда жақсы көтеріліп шығады. Енді дәл солай қалақпен ұнымызды да араластырып шығамыз. Егер де сіздер дәл рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сол себепті рецепт бойынша барлық қажетті заттарын таразының көмегімен өлшеп салсаңыздар, бірден бір жасағаннан шығатын болады. Енді араластырып алғаннан кейін үстіне миксерлеп шығатын боламыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді менің формамның диаметрі 24 см. Астына жабыспайтын, яғни пергамент қағазын төсеп, шет жақтарын бөлме температурасындағы дүкеннің сары майын жағып шығатын боламыз. Егер жан-жағына жағатын сары май болмаса, онда жақпасаңыздар да болады. Енді осы сәбіз пирогын сіздер пирог ретінде, тіпті торт ретінде де ұсына аласыздар. Осы піскен уақытта ортасын бөліп, кез келген творожный мен сливке қосылған кремдерді қосып, сіздер торт ретінде де ұсынып жасай аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Енді дайын массамызды формамызға құйып алатын боламыз. Міне массаның көлемі осындай болуы қажет. Ешқандай қатты қою да емес, сұйық та емес, орташа көлемді болу қажет. Енді 170 градуста шамамен 35-40 минут шамасында асықпай пирогты пісіріп алатын боламыз. Духовкадан шығарар алдын ағаш таяқтармен бір тексеріп алып бірақ шығарыңыздар. Арасы толыққанды пісіп шығуы қажет. Және бір айта кетерлігі, духовканы пісіп жатқан уақытта қайта аша бермеңіздер, себебі пирогымыз көлемі кішірек болып қалады. Мінекей осымен біздің пирогымыз дайын болды. Көргендеріңіздей өте жұмсақ әрі дәмі де өте ерекше. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лүпіл басып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.